Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында осындай керемет ұнтақ жармасына печенье дайындайтын боламыз. Печеньеміз дайындау үшін қажет заттарымыздың бәрі кез келген үйден табылады. Тағы да бір-ақ жұмыртқа қажет болады. Ұнтақ жармасының осындай түрін алыңыздар. Алдымен құрғақ ыдысымызға жұмыртқаны салып, оның үстіне қант, сүт, сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Енді осы массамыздың үстіне осындай ұнтақ жармасын саламыз. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырыңыздар. Алдын ала еленген ұнымыздың үстіне қамыр қопсытқышын салып, араластырып, массамыздың үстіне салып, қамыр илейміз. Осылай лопаткамен араластырсаңыз да болады. Құрметті көрермендерім, осындай қазақ тілді каналдың дамуына аз да болса үлестеріңізді қосып, осы видеоға лайк басып, каналыма тіркеліп, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Мінекей қамырымыз дайын болды, орташа жұмсақтықта болады. Енді печеньемізге осындай қант ұнтағы қажет болады. Енді печеньемізді осындай дөңгелек формаға келтіріп, қант ұнтағына аунатып аламыз. Барлық печеньеміз жасап болған соң, қызып тұрған пеште 180 градуста 10 минут қана пісіріп алыңыздар. Печеньелеріңізге қарап тұрыңыздар, 10 минуттан асып кетсе, күйіп кетуі мүмкін. Мінекей печеньелеріміз дайын, өте керемет, әдемі болып шықты. Жасап көріңіздер, ас болсын.